Знаменка ал чуштожыларының сағызында бүкін хажынға да қалар. Айыз күскі күнде ал ортасындағы ашықты шон көп шылысқан. Пүн мұнда нажылалған хомарт-қатас асылша. Национальная база-территориальная политика министерствозы шылзай шонға ең керек проекттер марин иштірше. Знаменка ал шөбі позының номинациясында бастаға орын алып алған. Аның проекті Шиңс паркын шазап хомыртқы комплексті нашылыбзарға пөгінен пазылған. Аға сый қақшызы 1 450 000 соқовай пирілген. Илбек Шиңстің 8 жылын тұрыстық танықтарға республиканың прай город аймақтары теменшелер. Бұл шөлімге салымны хозымитче национальная база-территориальная политика министерствозы. Ол шонға ең керек проекттер мари хостыра хомыр қадастырны нашылерға қайзы орынырда саңай наларына бүдірерге ақшы берше. Пүл марағда Шиңс тұтқан 31 проект ана ол бөгінеріне шутасқа керерге жардылған. Алдағы хомырт қатас 1908 жылырда бүдірілген. Бұтысқа ол иледі ирглен парған, анды нашыла тоғыстары қайды да керектелген. Пирілген ақша 6 гранит тас тұрғызылған, олар да 200 азыры кізінің ады басып барған. Мұнда шағының қанық соларында жат қалған, пазы шерсонзар Шиңсінен айланып, ебді үрен матырларының аттары. Пүйін оларының палы барқалары құмырт қатас азағына шақиқтар саршалар. Өдек құмырт қалып барғанар кезек шалазаларда чуқтастарын персалған шажылар. Иргі бұл барельеф оңдайының елгенемен қайырылып қалғанар, аны нажылып салғанар. Мұнда 2 снаряд арты салғанар. Анды түгі ша ирткен шерлердің шиірі мұнда ол снарядтарды қайырылып барған. Бұл сельсоветтің кінезі андық проекті толдырып, оға шақсы келістір балды. Иргіні нашыланжа саңай наны пөтірсаларға неклеп оладыр тіпшелер тоқысылар. Знаменка алдағы Шиңс паркында ол тоқыстар оға түзімнің етіл бардылар. Ал базы Евгений Кацинның шоғанан ақшының полысқанар Баграт Айманың ұстық баста, ал шөбі базы ал шұқтықжылары. Кемді техниканың, кемді позы кейліп тоғынған. Шасқы бастылза, ибірі ағыстар, база шақиқтар отыртылар. Шиңс паркын орындағы культура дұрызының тоғынжылары, база алдағы школының үгірінжілері көріп, қайрылып, арық тұдарлар. Алексей Баргаяков, Владислав Пустовой, хабарларға.